Қайырлы күн қыздар. Бүгін дәмі өте керемет, әрі жасалуы оңай, бір жасағаннан керемет болып шығатын вафли жасаймыз. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды аламыз. Үстіне 60 грамм қант қосамыз. Сіздер қантты жақсы көретін болсаңыздар, үстіне тағы да көп қоссаңыздар болады. Содан соң екеуін жақсылап араластырамыз. Үстіне ерітілген сары майымызды құйып, тағы да бір араластырып шығамыз. 2 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Сүт қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне електен өткізілген ұнымызды және де қопсытқышымызды саламыз. Үстіне ванилин қосып жіберсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Қоюлығы дәл осылай болу қажет. Мен описанияда нақты мөлшерін қалдырып кетемін ингредиенттердің, бірақ сіздерде қамыры сұйық болатын болса, үстіне аздап ұн қосып жіберсеңіздер болады. Осындай вафельница керек болады. Вафельницаның астын, үстінің барлығын жақсылап сұйық маймен майлап аламын. Содан соң үстіне қамырымызды құямыз. Мен примерно бір вафлиға 3-3,5 қасықтан құйдым. Содан соң осылай жауып 10-12 минут пісіреміз. Әркімнің вафельницасы әртүрлі болғандықтан уақыттары өзгеруі мүмкін. Содан соң менің вафельницамның үсті жақсы пісірмейді, сондықтан да 12 минут өткен соң теріс айналдырып, тағы да бір 5 минутқа пісіріп алдым. Осы менің вафлимнің екі жағы да әдемі болып қызарып пісті. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, дәмінен де айта алмаймын. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Үстіне варенье немесе шоколад қосып жесеңіздер, одан да дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын.